Ата-ананы ақтау техникасы. Әкешім, анашым, мен сіздерді өте жақсы көремін. Кейде өзімнің перзент екенімді ұмытып, сіздерге өмір сүруді үйреткім келгені үшін кешірім сұраймын. Мені осы кезге дейін қатарынан қалдырмай, барларыңды беріп өсіргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Кейде қатты, кейде жұмсақ қарағандарыңыз менің өмірде әділетсіздік, сәтсіздікке тап болған кезде сынып кетпеуіме көмекші болды. Менің себепсіз өкпе ренішім, Аллаға деген шүкіршілігім азайған кезде, жүрегім жақсылыққа жабылған кезде пайда болғанын түсіндім. Әкешім, анашым, сіздер менің әрдайым қорғанышым, қолдаушым екендеріңізді білемін. Кейде қатты мінез көрсеткенімді байқамай қаламын, бірақ сіздер ғана маған түсіністікпен қарап, ештеңеге қарамастан жақсы көріп отырасыздар. Сол үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Сіздер маған бар жақсылықты бере алдыңыздар. Ендігі ғұмырларыңызда мен сіздерге барынша мейірім беретін боламын. Алламды сүйгендей сіздерді де жақсы көретін боламын. Аллам бойымдағы тәкаппарлығымды, жаман қасиеттерімді алып тастап, ата-анама деген перзенттік, адал, таза ниет беріп, жүрегімді жақсылыққа бағытташы, дұрыс жолды өзің көрсетші, Аллам. Мен үйден алыс жаққа кетсем де, менің қанымда, жанымда сіздер бар екендеріңіз мені биік белесті бағындыруыма әрдайым ерік-жігер беретін болады.